Қолдың ұюына не себеп болады? Қолдың буыны мен табан маңызы екі жүйенің, яғни қан айналымы мен жүйкенің тоғысқан жері. Демек, қан айналымы дұрыс жүрмесе, қажет жерге келмесе, онда ол жансызданып ұйып бастайды. Сондықтан да аяқ-қол ұйып қалатындарға ең алдымен қан айналымын тексертіп алу керек. Екінші, жүйе. Жүйкенің әсерінен ұйып қалса. Бұл кезде шешімі жеңіл. Ол көбінесе компьютермен жұмыс істегенде, ұзақ уақыт қалып мен жазу жазғанда қол бөлек ұйып қалады. Бұл кезде қолыңызға жаттығу жасап, ары-бері қозғалту керек. Сонда қан айналымы дұрысталып, жүйке іске кіріседі. Нәтижесінде ұюдың алдын аласыз. Мамандардың айтуынша дененің ұюының екі түрі бар. Біріншісі қарапайым ұю, яғни әдетте болатын жағдай. Қол, аяқ, мойын, саусақтар дене бөліктері ұйып қалады. Өйткені адам ыңғайсыз күйде ұзақ отырып қалса, буын қысылып қалады да қан айналымы дұрыс жүрмейді. Сондықтан аяқ-қолды бүгіп не бүктеп, қисайтып отырудан барынша аулақ болу керек. Аяқ-қол ұюдың екінші түрі неврологиялық ұю, яғни омыртқа мен бел, тірек қозғалыс аппараттарының бұзылуынан болатын құбылыс. Мұндай жағдайда маманның көмегі керек. Дегенмен кейде қол саусақтар ешқандай себепсізді ұйитын кездер болады. Ал бұндай кезде дәрігерге көрінген дұрыс. Өйткені оған аурулар да әсер етіп жатқан болуы мүмкін. Мысалы, мойын аумағының остеохондрозы. Ол кезде оң немесе сол қол саусақтары ұюы мүмкін. Қарақұс аумағындағы орталық жүйке ұлпалары қысылып қалса да адам саусақтары ұю, оған қоса ауырсыну пайда болғанын сезінеді. Бұған көбіне компьютермен жұмыс істейтіндер бейім. Сондықтан олар жиі дене жаттығуларын жасап тұруы керек. Полиневрология деген ауру бар. Оған ұшыраған адамның саусақтарындағы жүйке қосылыстары бүлінеді. Саусақтар ұйып, сосын оларға ине сұққылап жатқандай жыбырлайды. Бұл витаминдер жетіспеуінен, темір жетіспеушілігі, анемиясынан, панкреатит, қант диабетінен, түрлі инфекциялық аурулардың кесірінен болуы мүмкін. Сондай-ақ Лейни синдромы. Бұл кезде саусақтар ұсақ қан тамырларындағы қан айналымы бұзылуынан пайда болады. Яғни ұсақ капиллялар мен артериялар бөлінеді. Екі қол саусақтар ұйып қана қоймай, ауырып мазаны алады. Күн суықта олар тез тоңады, ауруды тез жұқтырады. Мұндай ауруға ұшырамас үшін қолды мұздай суға көп батырмау керек. Ыдыс-аяқты, кірді жуғанда арнайы қолғап киген дұрыс. Ауруды асқындырмас үшін дәрігерге көріну керек. Қолдың жоғары жағындағы артерия тамырындағы тромб пайда болса, саусақтар жиі ұйиды. Егер 1 сағат бойы тоқтамаса, онда дәрігерге тексеріп көрінген жөн. Әйтпесе, жасуша ұлпаларындағы невроз пайда болуы мүмкін, ал бұның соңы қолда операциямен кесуге соқтыруы мүмкін. Мида тамыр түйілсе де, тірек қимыл мүшелері ұйиды. Бұл инсульттің белгісі. Мұндай жағдай көбіне бір қол ұйиды. Қан қысымы көтеріліп, бас қатты ауырады. Ондай жағдайда сезінген сәттен-ақ дәрігерге көріну керек. Аяқ-қол ұю ревматизм, түрлі жарақаттар ару, буындардан қабынуы, эндокриндік аурулар кезінде де байқалады. Сондықтан оның нақты себебін өз бетінен анықтау өте қиын. Ол үшін невропатологқа көріну керек. Қысқасы, аяқ-қол ұюының себептері көп. Ол қолайсыз жатып қалу, аз қимыл әсерінен болса, түрлі дене жаттығуларынан кейін-ақ басылады. Ал егер үнемі мазаласа, аса жайсыз әсер ете беретін болса, онда уақыт оздырмай невропатологқа көрініп түрлі тексерулерден өткен дұрыс. Бұдан бөлек те аяқ-қолдың ұюына мыналар себеп болуы мүмкін. Жүйке тамырлары. Қол ми аяқтарда орналасқан жұлын мен ми тамырларының жүйкесі ауырғанда аяқ-қол ұйып белгі береді. Екінші топтағы диабет ауруы. Аяқ-қолдың ұюы қант диабетінің екінші түрінен белгі береді. Дәрумен жеткіліксіздігі Е, В1, В6, В12 және П дәрумендері жүйке саулығына жауап береді. Спирттік ішімдіктер. Алкогольді қабылдау кезінде ағза дәрумен тапшылығына ұшырайды және тамақ режимі бұзылады. Сол себептен аяқ-қолдың ұюы мүмкін. Инфекция жұқтырғанда, уланғанда. Тамақтан немесе химиялық заттардан, ауыр металды әсерінен уланғанда инфекция жұқтырған кезде аяқ-қол жиі ұюға әкеледі. Дәрі қабылдау. Дәріні шамадан тыс артық қабылдау аяқ-қолдың ұюына әкеледі. Ешқашан өз бетіңізше дәрі ішуші болмаңыз.
Өйткені басыңыз ауыра қалса үйдегі кез келген дәрі көмектеспейді. Міндетті түрде дәрігерге барып бас ауруын анықтаған абзал. Тұқым қуалау. Аяқ-қолдың ұюы кейбір адамдардың қанында болады. Ол қан арқылы ұрпағына тарайды. Бұл кезде буын, таба, жіліншік жиі жансызданып тұрады. Жарақат алғанда немесе ауыр зат көтергенде. Абайсызда жарақат алсаңыз, сол тұстың жүйкесі сыр береді де қан айналымы бұзылып, нәтижесінде жарақат алған мүшеңіз ұйып бастайды. Міне, осындай себептермен аяқ-қолдың ұюы білінеді. Ендеше бұл белгілер терапевт дәрігердің қабылдауына жазылуға жетектейді. Дәрігер арнайы тексеруден өткізіп, түрлі аурулардың алдын алуы мүмкіндік береді. Қол ұюының алдын алу үшін ауыр заттарды көтермеу, қолға арналған қарапайым жаттығуларды жасап тұру, жұмыс жасау кезінде арасын бірнеше минутқа қолды демалту, өзіңізде бар созылмалы ауруларды уақытында емдеу. Бастысы, қимыл қозғалысты реттеңіз. Дұрыс тамақтаныңыз, қанттың мөлшерін азайтыңыз, дәрумендер қабылдаңыз, жағымсыз әдеттерге нүкте қойыңыз және артық салмақтан арылыңыз. Тексеруден өтіп қажетті ем алудан қашпаңыз.